Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді шаймен ішуге творожный сочники дайындайтын боламыз. Өте дәмді. Бізге ең алдымен ұн қажет. Ұнымызды илектен өткізіп дайындап алдым. Және де бізге енді сары май қажет. Кез келген түрін қолдана бересіздер. Алдын ала шығарып, кішкене ертіп алуымыз қажет. Енді үстінен разжигательімізді салып, барлығын видеода көрсетілгенде жақсылап майымызды мұжып, араластырып алатын боламыз. Біздің майымыз толықтай еруі қажет. Бізде осындай өте әдемі майда біркелкі крошка дайын болады. Енді бізге сұйық масса дайындау керек. Мына жерде қаймағымызды алдын ала дайындап өлшеп алдым. Құм шекерімізді салып, үстінен бір жұмыртқа салатын боламыз. Қаймақтың 15-20% кез келген түрін қолдана беріңіздер. Бір жұмыртқадан артық жұмыртқа салмаңыздар. Біздің массамыз кішкене қою емес, сұйық емес, орташа масса болу қажет. Осылай вилкамен жақсылап араластырып аламыз. Енді осылай ұнымыздың ортасын кішкене ғана ашып, сұйық массамызды құятын боламыз. Енді видеода көрсетілгендей барлығын араластырып, бізге өте жұмсақ қамыр болуы қажет. Осылай жұмсақ тестамызды илеп, енді пакетке салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоясыздар. Майымыз сіңіп, тестамыз әдемі болып шығу үшін. Енді бізге начинкасын дайындаймыз. Творогқа құм шекерімізді салып, және де кукурузный крахмал қосамыз. Міндетті түрде кукурузный болу керек, басқа түрі болмайды. Бір жұмыртқа салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын рецепті описание бөліміне жазып қалдырдым. Тура солай жазсаңыздар, өте керемет болып шығады. Біздің тестамыз дайын болды. Осылай домалақ етіп жайып аласыздар. Жұқалау етіп жайсаңыздар, өте әдемі болады. Осылай ойып, бокалмен кішкене оқтаймен жайып алсаңыздар болады. Осылай начинкамызды бір жағына ғана салып, екінші бетін жабатын боламыз. Қатты басып, творогты шығарып жіберудің қажеті жоқ. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Ешқандай да творог ақып кетпейді. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20-25 минут пісіретін боламыз. Өте әдемі болып піседі. Осылай барлығына бір келкетіп жағып шықтық. Біздің сочниктеріміз дайын. Енді пешке салып пісіретін боламыз. Пісіп шықты. Осылай қызарып, көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Біздің начинкамыз ешқандай да сыртына шықпай, осылай өте әдемі болып пісті. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Баршаларыңызға ас болсын. Күнделікті жаңа рецепттер шығады. Тіркеліп, қолдау білдіріп кетіңіз. Баршаларыңызға рахмет.